Ассалаумағалейкум құрметті ағалар, інілер, қарындастар. Менің атым Ұлағат. Өткен видеода біз америкалық брокер Interactive Brokersке қалай тіркеліп шот ашамыз, сонымен танысқан болатынбыз. Шотты қалай толтыру тақырыбына көшпестен бұрын комиссия және тарифтер жайлы сұрақтардың жауабын біліп алайық. Бүгін сол жайлы болмақ. Видеоға лайк, арнамызға подписка. Кеттік ендеше. Көкейімізге келетін бірінші сұрақ: минималды сумма бойынша талап бар ма? Жоқ. 2018 жылға дейін Interactive Brokers'та шот ашып, инвестиция жасау үшін шотыңыздың көлемі кемінде $10,000 төмен болмау керек болған. Кейін бұл талапты күшінен қалдырды. Қазір $100 болса да, $200 болса да шотыңызды толтырып операциялар жасай бересіз. Қараңыздар, сайттағы ресми ақпараттар бойынша түсіндірейік. Ресми сайтына өтесіздер, расценки басасыз, другие сборы. Минимумы для счета толығырақ. Төмен қарай өтіңіздер. Енді қараңыздар, көйтейін. Қандай көңіл бөлетін момент бар? Interactive Brokers'та шот бойынша минималды суммаға қандай да бір талап болмағанымен, бұларда ай сайын шотыңызға қызмет көрсету ақысы деген болады. Ежемесячная плата за использование услуг. Оның көлемі $10. Бірақ бұл $10 ішіне сделкалар бойынша, операциялар бойынша тартылған комиссиялар кіреді. Мысалға, қараңыздар, бір ай ішінде сіз сатып алу, сатып жіберу жұмыстарын жасадыңыз, акциялар бойынша, активтер бойынша. Солар бойынша комиссиялар $6 құрады. Ал Interactive Brokers кемінде $10 тарту керек сізден. Енді осы $10-ға $4 жетіспей тұр. Сізден $6 әлдеқашан комиссия ретінде алынды. Енді осы $4-ды үстіне тағы да қосып, ай сайын шотыңызға қызмет көрсету ақысы ретінде тартып алады. Бұл қандай жағдайда алынбайды? Қараңыздар. Шот ашқаннан кейінгі бірінші 3 ай кезінде сіздерге жеңілдік беріледі. Бұл айлық қызмет көрсету ақысы алынбайды сіздерден. Тек қана сделкалар бойынша комиссияларды төлейсіздер. 3 айдан кейін бастап бұл іске қосылады. Екіншіден, шотыңыздың көлемі $100,000-дан артық болса, немесе тең болса, онда сіз бір ай ішінде ешқандай операциялар жасамасаңыз да, ешқандай айлық қызмет көрсету ақысын сізден алмайды. Енді көңіл бөлетін мәселе тағы не? Шотыңыздың көлемі $2,000-дан төмен болса, онда айлық қызмет көрсету ақысы $10 емес, $20 болады. Сондықтан шотыңыздың көлемін $2,000-дан төмен ұстаудың ешқандай тиімділігі жоқ. Ойлап көрсеңіздер. Осы айлық қызмет көрсету ақысы сіздің шотыңызды жеп қояды. Бұл да $10 сияқты, бұл $20-ның ішіне сделкалар бойынша комиссия кіреді. Мысалға, 11 түрлі акцияның 11 түрлі компанияның акциясын сатып алдыңыз. Олар бойынша комиссия $11 болды бір ай ішінде. Бірақ $20-ға тағы да $9 жетіспейді. Ендеше $9-ды тағы да қосып алады брокер. Бұл inactivity fee деп аталады. Сіздің белсенді болмағаныңыз үшін төлем. Енді тағы қандай ерекшелік бар? Егер жасыңыз 26 жастан төмен болса, онда сіздерге ерекше жеңілдік бар. Айлық қызмет көрсету ақысы шотыңыз бойынша тек қана $3. $10 емес, $20 емес, тек қана $3. Мысалға, бір ай ішінде бір ғана операция жасадыңыз, бір активті сатып алдыңыз, ол бойынша комиссия бірде $1.25 болды. Енді $3-ға тек қана $1.75 жетіспейді. Шотыңызға айлық қызмет көрсету ақысы ретінде тек қана осы $1.75 қосып алады үстіне. Бұл деген ерекше жеңілдік, сондықтан қымбатты бауырлар, қарындастар, бұл сіздер үшін ерекше тиімді ұсыныс. Бұнда да бірінші 3 календарлық ай тегін болады. Қосымша талап бұнда да ұқсас. Жасыңыз 26 жастан төмен болса, және шотыңыздың көлемі $100,000-ға тең болса, онда бәрібірде бұл айлық қызмет көрсету ақысы алынбайды. Давай мен өз шотыма өтіп, отчеттарымды ашып көрсетейін. Мысал ретінде, қаншалық сделкалар бойынша комиссиялар шықты, және айлық қызмет көрсету ақысы ретінде қанша тартылды. Қараңыздар, мынау менің шотым. Отчеттарды алып көрсетейік. Мысалға, 2020 жыл сентябрь айы. Ашайық. Қараңыздар, сентябрьдің 1 және 30 бойынша есеп, отчет.
Дивиденд 4,59 доллар бір ай ішінде түскен. Дивиденд бойынша салық 69 цент. Айта кету керек, америкалық акциялардан түсетін дивидендтер бойынша Америка сіздерден автоматты түрде 15% салық тартады. Қараңыз, тексеріп көре салайық, 15% шыға ма екен. 69 цент тартылды, бөлеміз. Түскен дивиденд 4,59. 15% шығып тұр. Бәрі дұрыс. Енді комиссия бір ай бойынша 4 доллар 32 цент болды. Ал басқандай айлық қызмет көрсету ақысы ешқандай тартылмаған. Өйткені мен шотымды август айынан бастап іске қостым, толтырып. Август, сентябрь, октябрь 3 ай маған тегін болды. Тек қана комиссиялар төлейміз сделка бойынша, бірақ айлық қызмет көрсету ақысын алмайды бастапқы 3 айда. 4,32 төмен өтейік. Бұл операциялар бойынша комиссиялар, трейдис, яғни торговля. Apple'дың акциясы сатып алынған 2 штук, комиссия 1 доллар. Комиссия бойынша 2 тариф бар, ол туралы кейінірек айтамыз. 1 доллар комиссия. Facebook сатып алынған, ол да 1 доллар. Никола 2 рет операция жасалған, жалпы 1% 2 сделканың 1 доллар 32 цент. Tesla, бұл да 1 доллар. Сонда жалпы операциялар бойынша комиссия 4 доллар 32 цент. Тек қана осы тартылып алынды бірінші айында. Бастапқы 3 ай өткеннен кейін сіздің почтаңызға хабарландыру келеді. Мынандай: Notice of monthly activity fee. Айтады, осындай хабарландыруды жіберіп жатырмыз сізге. Бастапқы 3 айында бұл айлық қызмет көрсету ақысы кешірілген. Бұдан кейін біз сізден 10 доллар ай сайын тартып алып отырамыз. Немесе 20 доллар, шотыңыз 20 доллардан кем болса. Бұл айлық төлемнің ішіне сделкалар бойынша комиссиялар есептелетін болады. Менде декабрь айынан бастап тартылды. Қараңыз, декабрь ай бойынша отчетты алайық. Қараңыз, декабрьдің 1-і және декабрьдің 31-іне дейінгі отчет. Бұл айда да дивиденд түскен, 4 доллар 80 цент, 15% салық, 72 цент тартып алынған. Сделкалар бойынша комиссия 4 доллар. Ал inactivity fee, айлық қызмет көрсету ақысы 7 доллар 9 цент. Бұл декабрь айының емес, ноябрь айына. Бір ай кейін есептеліп отырады. Төмен түсейік. Мінекей fees, monthly minimum fee for November. Ноябрь үшін 7 доллар 09 цент. Демек, ноябрь айында менде сделкалар бойынша комиссия тек қана 2 доллар 91 цент болу керек болған. 10 долларға қанша жетіспейді? 2 доллар 91 цент. Енді ноябрь айының отчетін көре салайық ерінбей. Шынымен де 2 доллар 91 цент бекен. Ноябрь. Мінекей, ноябрьдің 1-і және ноябрьдің 30-і бойынша. Қараңыздар, комиссия шынымен де 2 доллар 91 цент болған. Бәрі дұрыс. Бір ерекше көңіл бөлетін жағдай бар. Шотыңыздағы ақшаны, кэшті 10 доллардан кем ұстамаңыз. Өйткені айлық қызмет көрсету ақысын тартатын кезде сіздің шотыңыздағы кэш, бос тұрған ақша, яғни 10 долларға жетпейтін болса, онда олар сіздің акцияларыңызды, активтеріңізді сізге ескертпей сатып жібереді, сол ақшаны тарту үшін. Менде тура осындай жағдай болды бір айдың алдында. Январь айында мен ешқандай сделка жасамаған болатынмын, оның үстіне кеш түрінде шотымда ешқандай ақша болмаған, бәрі акциялар, активтер сатып алынған. Февральдың басында сол айлық қызмет көрсету ақысын тарту үшін менің рұқсатымсыз ешқандай ескертпестен 2 акциямды сатып жіберді. Сол арқылы шотыма кэш жасады да өздеріне қажетті 10 долларды тартып алды. Мұнда ескерту келді артынан. Қай жерден көрдім, осында болса керек, қазір ме? Мұнда. Вот, қараңыз. Сіздегі кэшті негативке түсірмес үшін минусқа біз American Airlines 2 штук акциясын сатып жібердік дейді. Екеуін сатты, нәтижесінде 16 доллар кэш шыққан, менде оның 10 долларын бірден тартып алды. Бұл олардың келісімшартында бар. Бұл менің өзімнің қателігім дағында. Кэшті үнемі қалдырып отыру керек, кемінде 10 доллар.
Осыны есте сақтап алыңыздар. Енді комиссиялар қанша, соған өтейік. Расценки, комиссия. Қараңыздар, екі тариф бар, тейред және фиксті. Менің шотымдағы тариф фиксті. Қарайық. Ценовая структура. Қараңыз. ETF бойынша комиссия жоқ, иә? Акциялар бойынша акцияның әр штугына 0,005 цент, яғни жарты цент төлейсіз. Бірақ әр сделкаға, әр ордерға минимум $1 болады, немесе максимум сделканың құнынан 1% болады. Одан аспайды. Жаңа отчеттарды көрдік қой, қарайық. Міне мынау сентябрь айынікі, иә? Apple акция сатып алынған, бір штук, бірақ бұған жаңағыдай жарты цент қана алмайды. Бір ордерға кемінде $1 алады, сол бойынша $1 алды. Facebook $1. Никола 2 рет операция жасалған, екеуінің екі сделканың құны $131. Оның 1% алынды, максимум 1% алынады. Бірде $1.32. Бәрі түсінікті. Енді екінші тариф. Тейред. Көп сатылы деген мағынаны білдіреді. Мұнда операциялардың көлеміне байланысты, қаншалық көп акция сатып алсаңыз, әр акцияға деген комиссия соншалық азая береді. 0,35 центтен басталады, 3000 акциядан жоғары болса, немесе одан көп болса, азая береді, кете береді. Бірақ әр ордерға 35 цент алынады. Бірақ әр сделканың құны бойынша 1%-дан аспайды. Қарап отырсаңыз, осы тариф тиімді сияқты, әр сделкаға $1 емес, 35 цент. Бірақ бұл қандай кезде тиімді? Сіздің шотыңыздың көлемі үлкен болса, ай сайынғы жүргізілетін операциялардың сауданың объемы көп болса, сол кезде тиімді болады. Ал егер сіз мен сияқты пассивный инвестор болсаңыз, шотыңыздың көлемі $20,000, $10,000 аспайтын болса, ай сайын жүргізілетін операцияларыңыздың саны аз болса, айына бір рет пополнение жасайсыз, бір-екі акцияны сатып алып қоясыз, басқа ештеңе істемейсіз. Онда екі тарифтің қайсысын талдасаңыз да ешқандай айырмашылық болмайды. Өйткені $1 емес, әр сделкаға 0,35 центтен төлесеңіз, комиссия бойынша ақшаны үнемдегеніңізбен, бірақ шотқа деген айлық қызмет көрсету ақысын тартқан кезде бәрібірде $10 жеткізіп тартып алады. Сол ақша шығады. Тарифтен тарифке қалай ауысады, соны көрсетіп жіберейін. Жеке кабинетіңізге өтесіз. Төмен жағына өтсеңіз, настройки счета деген болады. Қайда кетті? Соны басасыз. Ашылғаннан кейін оңға қарай төмен түссеңіз, тарифный план АйБКР деп тұрады. Шестеренкті басасыз. Мұнда екі тарифный план тұр. Өзіңізге керегін талдап ауыссаңыз болады. Негізінен осы. Расценкиді басамыз тағы да. Басқа не ақпараттар бар? Ставки, маржи, процентный ставки. Мұнда әртүрлі ақпараттар бар. Ашып көрсеңіздер болады. Ставки, маржи. Егер сіз кэш шот емес, маржинальный шот ашқан болсаңыз, яғни брокердан қарыз ақша алуға болатындай қып, онда соның ставкасы қанша, сол туралы мәліметтер. Маржинальный шотты мен жаңадан келуші инвесторларға кеңес бермеймін. Бұл өте қауіпті. Кредитный плечо бұл дегеніміз. Сосын тағы басқа жаңалықтар, әртүрлі рыночные данные, бұлардың бәрі ақылы подписка арқылы жүріледі. Бірақ бұлар сіздермен біз сияқты пассивный инвесторларға қажеті шамалы заттар. Комиссия және тарифтар жайлы негізгі ақпараттар осы. Видеоның соңында қорытынды. Бұл брокердан шот ашып керек па? Тиімді ме? Менің ойымша тиімді. Өйткені бұл біріншіден абыройлы брокер, 1978 жылдан бері жұмыс жасап келеді, америкалық. Ендеше ол америкалық регуляторлардың бақылауында болады үнемі. SEC, Stock Exchange Commission, ол дегеніміз ең қатаң регуляторлардың бірі әлемдегі. Сосын ең маңыздысы Interactive Brokers, SIPC ұйымының мүшесі болады. SIPC дегеніміз бұл коммерциялық емес ұйым, ол дегеніміз сіздің шотыңыз кэш түрінде $250,000, ал актив түрінде $500,000 сақтандырылған. Яғни қандай жағдай болса да, Interactive Brokers банкрот болып кетсе де, сіз ақшаңызды, активіңізді жоғалтпайсыз. Бұл дегеніміз ең маңызды артықшылық. Оның үстіне бұл брокер орыс тілінде қызмет көрсетеді, мобильді қосымшасы бар, жеке кабинет, бәрі түсінікті, техникалық ақаулар болмайды, бәрі четко жұмыс істейді. Менің өзім жеке тәжірибем. Тек бір минусы сол, айына шотыңызға қызмет көрсеткені үшін $10 алады, сол ғана. Бірақ сіз айына тұрақты ақша салып тұрсаңыз, бір-екі акциялар сатып алып тұрсаңыз, бәрібірде $2-3, $4 комиссия жұмсайсыз. Сонда сіз нағында айына $10 емес, $7, $6, ары кетсе $8 төлеп отырасыз. Тағы бір плюс, ақша шешсеңіз, айына бір рет тегін болады, комиссиясыз. Мен жеке басым өзім активтер, акциялар сатып алсам,
Interactive Brokers'ті пайдаланамын, ал IPO-ға қатысқым келсе Freedom Finance-тың қызметін пайдаланамын. Екі брокерді салыстыра келе осындай шешімге келдім. Сіздер қандай брокер талдайсыздар, әрине өздеріңіз білесіздер. Менің жұмысым ақпарат беру, тәжірибемен бөлісу. Келесі видеода Interactive Brokers шотты қалай толтырамыз, одан кейін акцияларды қалай сатып аламыз мобильді қосымша арқылы, сол туралы видеолар болады. Бүгінше осы. Рахмет, сау болыңыздар.